Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін сіздерге өте пайдалы әрі жылдам жасалатын платформамен бөліскім келіп отыр. Платформаны іздеу үшін Googleға немесе Яндекс.Поискқа Bamboozle деп жазамыз. Бұл жерде сіздер аккаунттарыңызбен тіркелулеріңіз қажет. Почта арқылы мен мұнда тіркеліп қойғанмын. Play Games деген батырманы басамыз. Одан кейін мұнда тілді таңдап аламыз. Қазақ деген тілді таңдаймыз. Одан кейін жоғарыдағы поискқа кез келген бір тақырыпты жазасыз. Информатикадан, тарихтан, әдебиеттен. Мен мысалы Абай Құнанбайұлы деп жазамын. Және осы Абай Құнанбайұлына арналған мәліметті іздейтін боламыз. Бұл программаның плюсы өте көп. Міне мысалы дайын жұмыстар мұнда әріптестердің жасаған. Мысалы осы біреуіне кіріп көрейік. Play батырмасын басамыз. Bamboozle таңдаймыз біріншісін. Мұнда топқа бөлу 2-ге, 3-ге таңдап аласыз өзіңіз. Және классик деген батырманы басамыз. Міне бізде мұнда сұрақтар 2 топқа арналған. Бірінші топ сұрақ таңдайды. Бір, яғни сұрақ жоқ. Бұл жерде минусқа кіреді, яғни сондай бір өзінің осындай қызықты несі бар. Ал мұнда екінші сұрақ, екінші топтың таңдаған нұсқасы, мұнда дұрыс немесе дұрыс емес жауабын таңдау қажет. Дұрыс, яғни 20 ұпай. Мұнда сұрақты оқиды оқушылар. Жауабы жүрек дұрыс па, әлде дұрыс емес па? Дұрыс деп басса, яғни дұрыс болса, міне ұпай қосылып отыр бірінші топқа. Осылай таңдап шығады. Енді осындай қызықты ойынды қалай жасауға болады? Қазір сіздерге көрсетемін. My Library Games деген батырманы басамыз. Менің жасаған жұмыстарым мұнда. Төмендегі Game деген плюс батырманы басамыз. Мұнда біз тақырыбымызды жазамыз. Кез келген тақырыпты жазасыз өзіңіздің пәніңізге қатысты. Мысалы мен қайта өңдеу тақырып деп жаздым. Description, бұл жерге descriptor жазасыз. Мысалы сұрақтарға дұрыс жауап беру қажет. Топтан бір ғана оқушы жауап беру керек деген осындай бір дескрипторларды жазып шығасыз. Сақтау батырмасын басамыз. Question, бірінші сұрақ, answer, жауап. Мұнда ұпайлар саны 5 ұпай, 10 ұпай деп осылай қоясыз. Сұрақ жазамыз. Question, яғни өзіңіздің пәніңізге қатысты сұрақ жазасыз. Қазір мен жазамын. Өңдеу тақырыбы менде 4-ші сынып қазақ тіл пәнінен. Қайта өңдеу үшін қандай заттар пайдаланылады? Answer, яғни дұрыс жауап мұнда жазуымыз қажет. Дұрыс жауабын жазамыз. Мысалы алюминий немесе темір деп осылай кез келген жазып шығамыз. Дұрыс жауап болу қажет. Мұнда сурет қойымызға болады, бірақ 25 мегабайттан суретіміз аспау қажет. Сақтау. Бізде бірінші сұрақ дайын. Міне сұрағымыз дайын көріп тұрғандарыңыздай. Қарындашты басып сұрағыңызды өзгертуіңізге болады. Келесі екінші сұрақ. Ұпай санын таңдап алдым. Сұрағымды жазамын және қасына жауабын жазамын. Сохранить, төмендегі батырманы басамыз. Сурет қоюларыңызға болады, ұмытпасаңыздар. Міне дұрыс жауап бізде жазылып тұр көріп тұрғандарыңыздай. Сақтаймыз. Міне бізде 2 сұрағымыз дайын. Осылай 20 сұрақ, 10 сұрақ бекіту сабағына үй тапсырмасын сұрауға қолдана аласыз. Енді импорт деген батырманы басамыз. Мұнда сабақ деп жазып қойдым мысалы. Міндетті түрде жазылу керек. Енді бізде жұмыс сақталды. My Library Games'қа кіреміз. Міне бізде қайта өңдеу деп сақталып тұр. Басамыз үстінен. Play деген батырманы басамыз. Міне Play. Ойынды бастау. Bamboozle таңдаймыз. Топты таңдаймыз. 1 топ, 3 топ, 4 топ деп 2 топ. Және классикті басамыз. Классикалық нұсқада яғни. Міне бізде 2 сұрақ құрастырылған. Бірінші сұрақ жаңа айтқандай минусқа кетеді. Өйткені сұрақ жоқ мұнда. Сол үшін сұрақты көбірек құрастыру қажет. Қайта өңдеу үшін қандай заттар пайдаланылады? Алюминий дұрыс. Сұрақ, жауап дұрыс. Осылай 2 топқа немесе
3 топқа арнап сұрақтар құрастырып жаза аласыздар. Енді бұл жұмысты жіберу үшін біреуге немесе WhatsApp-ыңызға сақтап алу үшін осылай копировать етіп аласыз. Содан кейін вставить етіп қоя бересіз. Презентацияңызға да. Мысалы, мен тағы жасаған жұмыстарым, бұл My Library Games-тің ішінде тұр. Міне алдыңғы сабақтарда жасаған жұмыстарым осы жерде сақталған. Біреуін көрсетіп өтейін. Play-ді басамыз, Bamboozle'ды таңдаймыз, топты таңдаймыз. Классика немесе question таңдаймыз. Тәуелдік жалғауын тап дейді. Мен дұрыс па, дұрыс емес па? Соған қарап белгілейміз. Гүлжанды, әлде жансыз жанды дұрыс. Бұл жерде тек қана дұрыс жауап жазуымыз қажет. Бірақ оқушылар соны дұрыс па, дұрыс емес па табу қажет. Мысалы, мұнда мен информатика пәнінен сұрақ жазып көрдім. Міне, бұл әріптесіміздің жасаған жұмысы екен. Телефонда алғаш рет кім ойлап тапты? Міне, дайын жұмыс. Дұрыс немесе дұрыс емес деп оқушы жауап беру қажет. Сабағыңызға завуч кіріп қалса, немесе ашық сабаққа осылай дайындауыңызға болады. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыз, және тіркеліп алыңыз. Болашақта қызықты платформалар мен жасанды интеллектке байланысты пайдалы дүниелер шығатын болады. Баршаңызға сәттілік, тіркелуді міндетті түрде ұмытпаңыз.